Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Microsoft платформасы бойынша қысқаша нұсқаулық беретін боламын сіздерге. Ең бірінші браузер Google Chrome'ға portal.office.com деп жазамыз. portal.office.com деп жазамыз. Өтіп көрейік. Жолаққа адресті жазғаннан кейін біздерге YT деген шығады. Оған дейтін YT адрестік жолаққа сіздер өздеріңіздің логиндарыңызды жазасыздар. Міне. Мына жерде ақаннан кейін нүкте бар. Нүктені қоямыз. akan.bijanov.petsco akademia.kz. Бұл сіздердің логиндарыңыз. Қайталап айтамын. akan.bijanov.petsco akademia.kz. Осылай жазамыз. Одан кейін сіздерге айта кететін жағдай, бірінші айтқанда одноразовый пароль болады, ол сіздерге жіберілді. Одан кейін өздеріңіздің жеке құпия парольдеріңізді жазасыздар. Мен өзім жеке құпия паролімді жазып қойдым. Жеке құпия паролінің ең бірінші әріпі үлкен әріппен жазылады. Сосын қалғандары кішкене әріппен жазылады. Бірінші мен үлкен әріппен бастап жазам. Қауіпсіздігі жақсы болу үшін сіздердің аккаунтыңыздың мүмкіндігінше пароліңіз ұзақ болған жақсы. Бірінші әріпі үлкен әріппен, қалғандары кішкентай әріппен, содан кейін артынша сандарды қосқаныңыз жөн болады. YT-ді басамыз. Больше не показывать дегенге галочка қоссаңыз, автоматты түрде сіз кез келген уақытта өзіңіздің аккаунтыңызға кіре бересіз. Одан кейін мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай Microsoft'тың бірнеше қосымшалар шықты. Outlook, OneDrive, Online Excel, Online Word. Основном біздерде мына қолданатынымыз Outlook деген ол почта, электрондық почта, кез келген әкімшіліктің жіберген хаттары сіздерге Outlook-қа келіп түседі. Сосын Outlook-қа кіресіз, активировать етесіз. OneDrive деген сіздер ол жерде қолданып жүрген хранилище преподавательский. Барлық сіздер өздеріңіздің контенттеріңізді, сабаққа қажетті материалдарыңызды, сонымен қатар жеке құжаттарыңызды осында сақтауыңызға болады. Сіздерге әрбір оқытушыға 1 терабайт жад беріп тұр. Сондықтан да бұл сіздердің облакаларыңыз, бүкіл материалды сақтауға арналған. Одан кейін сіздердің сабақ беретін платформаларыңыз ол Teams деп аталады. Бірінші почтаға кіріп көрейік. Міне почта. Кез келген әкімшіліктен келген құжаттардың бәрі сіз бірінші почтаға кіріп түседі. Сосын кез келген ашасында активировать етесіз. Открыть басасыз үшін контент жақанша код. Осыны ашсаңыз сіздің OneDrive хранилищеге түсіп тұрады. Келесі OneDrive хранилищеге өтейік. OneDrive хранилищеде әкімшіліктің сіздерге контентті беріп отыр. Сіздеріңіздің материалдарыңызды салуға, сонымен қатар руптарыңыз, сосын туптарыңыз. Сонымен қатар егерде нағыз толық маған нұсқаулық керек десеңіз, осы платформа бойынша Teams-тің қалай көру керек жөнінде, қалай сабақ беру жөнінде, қалай пайдалану керек жөнінде Teams-те нұсқаулықтар бар. Бірінші контентімізге экскурсия жасап көрейік. Контентті басамыз. Контент колледж 20. Одан кейін сіз қай кафедраның оқытушысыз, сол кафедраға кіресіз. Мысалы үшін мен қоғамдық жаратылыстану кафедрасының оқытушысымын. Қоғамдық жаратылыстануға кірдім. Жоғары жағында міне Бижанов менің фамилиям. Осы Бижановқа өтемін. Одан кейін мен химия бойынша 17 т 4 бақылау жұмысы. Осыған кіріп мен өзімнің барлық контенттерін салып қоямын. Мен мысалы үшін салып қойдым атом және оның құрылысы бойынша көрсетілім. Екінші атомның құрылысы бойынша заманауи презентациям. Одан кейін баяндамам, жоспарым. Тағы сол сияқты мен өзімнің осылай түрлі форматта комплексный контентімді осында жүктеймін. Егер де сіз өзіңіздің контентіңізді дайындап қойдыңыз, материалыңызды жүктегіңіз келетін болса, өзіңіздің контент қоғамдық жаратылыстану кафедрасына өтесіз, Бижановты ашасыз, химиядан бірінші курсын ашып қойдыңыз бетіңізді, сіз жұмыс үстеліңізге өзіңіздің барлық материалдарыңызды дайындап қойсаңыз, материалыңызды алып
тінтуірдің көмегімен түйреп әкеліп осында үстіне қойсаңыз контентіңізді жүктей аласыз. Ол файл болсын немесе папка болсын. Контент туралы түсінікті болатын болса, біздер Teams'қа өтіп көрейік. Бұл сіздердің сабақ беру платформаларыңыз. Microsoft Teams сабақ беру платформасына өттік. Міне өздеріңіз көргендеріңізде сабақ беретін топтарды біздер жасақтап қойдық. Мына сіздерде кез келген сабақ беретін тобыңызға кіресіз. Сіз OneDrive-ға өзіңіздің сақтау бөліміне сіз бүкіл контенттеріңізді сақтап жүктеп қойдыңыз. Мына жерде скрипка белгісі бар. OneDrive-ға өтесіз өзіңіздің хранилищеңізге. Одан кейін қоғамдық жаратылыстану кафедрасы Дежановты басам. Осыны сіздерге көрсеткен контентіні өттім. Міне атомның электронды қозғалысы. Мынаны басам, сосын отправить копия деймін. Автоматты түрде сіздің материалыңыз, презентацияңыз, видеоңыз осында сабақ беру платформасына түседі. Осымен болды. Мен қысқаша нұсқаулығым. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.